Барлықтарына қайырлы күн. Мен бүгін сіздерге автострахованияны қалай тексеруге және көруге болады, соны көрсеткім келеді. Егер сіз өзіңіздің көлігіңізді сақтандырсаңыз, яғни автострахование жасасаңыз, содан кейін қай компанияда сақтандырғаныңызды ұмытып қалсаңыз, немесе қай күні сақтандырғаныңызды ұмытып қалсаңыз, онда осы видеоны соңына дейін көріңіз. Енді страхованияны тексеру үшін сізге ешқанға банкке немесе страховая компанияға барудың қажеті жоқ. Ол үшін ең бірінші сізде қолыңызда телефон болса жеткілікті. Енді ең бірінші біз Google Market немесе App Store'дан EGOV Mobile деген приложение бар. Соны өздеріңізде скачать етіп аласыздар. Мен де скачать етіп дайын тұр, және мен регистрацияны өтіп қойдым. Енді осыны ашасыздар. Мінекей бізде ашылды. Енді мына жерде другие сервисы деген таңдайсыздар. Енді мына жерде ең соңына дейін түсіресіздер. Енді ең астында сіздерде ГКБ, гид по кредитной и страховой истории деп тұр. Осыны басасыздар. Енді мына жерде ең астына түсірсеңіздер, сақтандыру деп тұр. Соны басасыздар. Енді ең бірінші тұрған сақтандыру шарттары бойынша мәліметтер немесе сақтандыру полисі деп тұр. Осы екеуін біреуін басуларыңызға болады. Мысалы, мен сақтандыру полисін басқым келіп тұр. Енді мына жерде сіздің атыңызда сақтандырылған барлық көліктер шығады. Мысалы, менің атымда 3 көлік бар, соның кез келгенін таңдауыма болады. Мысалы, біріншісін таңдасам, загрузить дегенді басам, менде полис өстіп осылай шығып тұрады. Енді мына жерде мұқият оқитын болсаңыздар, страховая компанияның аты, сосын полистің нөмірі, сосын сіздің аты жөніңіз, иініңіз, одан кейін сақтандырудың берілген күні, яғни басталған күні жазылып тұрады. Басталғаннан кейін бұл 1 жылдан кейін аяқталады, және астында сіздің көлігіңіздің данылары жазылып тұратын болады. Мінекей дәл осындай өте оңай тәсілмен өзіңіздің сақтандыруыңызды тексеріп алуларыңызға болады. Дәл осылай жасасаңыз, сіз ешкімге звондамайсыз, ешқайда бармайсыз, жай ғана осындай қолыңызда документ болатын болады. Сонымен қоса, осылай автосақтандыру жасау арқылы сіздер өз ақшаларыңыздың 40%-на дейін үнемдеуге болады. Оны мен Инстаграмда жазған болатынмын. Сонымен қоса, осындай автосақтандыру жасағыларыңыз келсе, төменге номер қалдыратын боламын, сол номерге хабарласыңыздар. Ал енді видео ұнаса лайк басыңыздар, сұрақтарыңыз қалса комментарий қалдырыңыздар, және де пайдалы деп ойласаңыз достарыңызбен бөлісіңіздер. Рахмет.